қазақ эстрадасының жұлдызы Қайрат Нұртастың әйелі Жұлдыз Әбдікәрімова коронавирус пандемиясымен күресіп жатқан блогерлер жайлы өзінің Instagram парақшасында жазды. Блогерлердің бастамасымен дәрігерлердің қостауымен ашылған kvihelp.kz-тің көмегі тиюде. Сіз бен біз бірігіп қаншама жанның күнделікті өмірге қайта оралуына көмектесіп жатырмыз. 10 адам тек бір аурухананың бір күндегі статистикасы. Әр блогер 200 мыңдап, 500 мыңдап, миллиондап ортаға ақша салды. Мүмкіндігі бар халық қолдады. Дәрігерлер ең керек деген медициналық заттардың тізімін беріп, ең керек жерге жеткізіп, қадағалап отырды. Вируспен күрестің алдыңғы шебінде жүрген дәрігерлерге медициналық қорғаныш киімдері, науқастарға тапшы дәрілер мен оттегі аппараттары алынды. Саусақ бірікпей, ине де ілікпейді. Бірлігі мықты халық екеніміз бос сөзбен емес, іспен дәлелденіп жатқаны қуантады. Всем добрый вечер, девочки, мальчики. Сегодня, значит, мы с центральной больницы получили еще одну хорошую новость. Наша кафедра анестезиологии и реаниматологии сделали для очень тяжелых больных 10 человек один очень хорошую методику, то есть она очень простая, дешевая и такая сердитая. И удалось им спасти 10 пациентов с 92-95% поражения легких. Поэтому я думаю, что есть у нас надежда. Это одна хорошая новость. Вторая хорошая новость, что сегодня официально многие поликлиники уже дали такой отзыв, что тяжелых пациентов с пневмониями все меньше и меньше, то есть с тяжелым поражением пневмонии. То есть до людей все-таки доходит, что это дело очень все серьезное. И, в общем говоря, вы молодцы. Я очень рада за все старания. Врачи передают огромное спасибо. Они уже